Ресей мен Әзірбайжан арасы тағы суып кетті. Елде Ресеймен қатысы бар қандай да бір мәдени шара тоқтатылып, ресми наразылық жарияланып отыр. Не болғанын түсіндірейін. Ресейдің Екатеринбург қаласында 27-28 маусым күндері этникалық әзірбайжандықтар тұратын пәтерлерде рейд жүріп, жаппай тұтқындау басталған. Оған 24 жыл бұрынғы қылмыс себептеліне тұтқындау кезінде арнайы жасақ зорлық-зомбылық көрсеткен. Салдарынан 2 адам қаза тауып, 10-нан аса адам жарақат алған. Тағы 9 адам ұсталған. Оларға қатысты қазір Ресейде тергеу басталған. Ресей билігі ұсталғандарды 90 жылдардан бері заңсыздықпен айналысып келе жатқан ұйымдасқан қылмыстық топ деп атап отыр. Ал бұған Әзірбайжан ресми түрде наразылық білдіріп, Ресейдің уақытша істер бойынша уәкілі Петр Волков шақырылған. Бұл жағдай қабылдануға болмайтын зорлық деп бағаланып отыр. Әзірбайжан өз азаматтарына жасалған қудалауға жауапты адамдарды жазалауды талап етті. Оған қоса ел билігі Ресейдің мемлекеттік және жекеменшік ұйымдарымен бірге ұйымдастырылатын барлық мәдени шараларды тоқтатып тастады. Концерттер, көрмелер, фестивальдар ешқайсы да өтпейді. Ал бұған ресми Кремль тек өкініш білдіріп отыр. Сондай-ақ Ресей үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Аверчуктың Әзірбайжанға маусым айының соңына жоспарланған сапары тоқтатылды. Әзірбайжан парламентінің делегаттары да Мәскеуде өтетін үкіметаралық комиссия отырысына қатыспайтын болды. Ал бүгін Екатеринбург қаласында Әзірбайжан диаспорасының өкілдерін ұстау кезінде күш қолданған құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты тергеу басталғаны белгілі болды. Сондай-ақ елде Спутник Әзірбайжан басылымының кеңсесінде тінту жұмыстары жүріп жатқаны белгілі болды. Ресей тарабы жағдайды анықтап жатқанын хабарлаған. Осылайша Ресей тарабы үнсіздікпен және бұны тек ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырып отырса, Әзірбайжан тарабы бұрыннан бері жүйелі түрде өз азаматтарының құқығы тапталып келе жатқанын айтады. Осылайша қос ел арасында дипломатиялық дағдарыс туындап отыр. Арнаға жазыла кетіңіз, лайк басып қойыңыз.